Сәлем достар. Сәлем жастар. Назарларыңызда жастар бағдарламасы. Оның жүргізушілері Нұрсұлтан. Және Дәлел. Біздің бағдарлама жаңа жыл әрі жалынды. Білімді де дарынды жастарға арналған. Бүгінгі бағдарламада өнерліге өріскен, Гиннес рекордынан үмітті буынсыз жігіт. Белсенді жастар ел болашағы, жаңа үлгідегі жастар жиыны. Әлеуметтік көмек жастарға тірек. Қолжетімді баспана бағдарламасынан пана тапқан жастар. Жаңа жылдың жарқыраған оттары. О, Нұрсұлтан, міне таптым, болды, кеттік. Дәлел, тұра тұр. Мана қара. Қазақстанның рекордтар кітабын тауып алдым. Нұрсұлтан, менде үйде тіпті Гиннестің рекордтар кітабы бар. Қаласам берейін, кеттік. Ой, одан отандық рекордтарды табу қиын. Маған осы қызық. Неге олай дейсің, сен алдымен көріп алсаңшы? Жарайды. Қазақ өнерлі халық болғанымен, цирк өнерінің соңына түскен өнерпаздарымыздың қатары тым сирек. Ол бір жағынан түсінікті де, себебі цирк өнерінің машақаты мол. Көпшілікке буынсыз жігіт деген атпен белгілі болған Айдос Тоқтарбай кез келген акробаттың қолынан келмейтін шеберлігімен талайды таң қалдырып жүрген өнерпаз. Менің номерлерім көбіне елді қорқынышты. Бірақ мен соны көңілді қылып өткіземін де. Енді ол да бір өзінің Құдайдың берген шығар. Солай енді көбіне көңілді жүремін сахнада. Айтады ғой қазақта жаңағы ұстаздан шәкірт озады деп, сол ұстаздарым жақсы болды. Сол ұстаздарыма рахмет. 2004-2006 жылдары қазақстандық рекордтар кітабына 2 мәрте, яғни буынсыз адам және сауыт адам деген атпен енген Айдос алдағы уақытта әлемдік Гиннес рекордын жаңартпақ. Буынсыз жігіт тек дене иілгіштігімен ғана емес, қылыш жұтып, біз тықса да денесінің ауырсынбайтын қасиетімен ерекшеленеді. Осы ерекшелігі оны көптеген байқаудың жеңімпазы етті. Әлі жоққа ғана қат, барға шүкіршілік етіп жүре береміз енді. Жұлдызы сәт, жаңағы жобалар, сондай бір тележобалар көп болды, көп қатыстым. Алайда Айдосты еліміздегі цирк өнерінің алар мәртебесі қынжылтады. Оның айтуы бойынша кенжелеп қалған бұл өнер лайықты бағаланбауда. Цирктің көбі енді маңдай термен, шынымен еңбекпен келеді ғой енді. Ол қаншама адамның аяқ қолы сынады, қаншама өміріңді қатерге тігесің. Бірақ соның өзінде енді қарап тұрсаң кейде бағаланбай істеп. Бір рет аяғым сындырған кез болған сахнада. Бақайларым сынды да. Енді ауырғанда қатты ауырып барады. Енді ол кәсібім болғаннан кейін енді сахнада ол болады енді, болып тұрады. Бірақ соны көрсетпеуге тырысамын енді. Цирк өнерпазы үшін басты міндет көрерменін таңғалдыра білу. Нағыз шеберліктің аражігін ажырата білетін бүгінгі талғампаз көрерменнің көңілінен шығу оңай емес. Циркке көп келетін балаларды алдай алмайсың ғой. Негізі балаларды алдау қиын. Өнермен немен енді балаларды еліктіру, балаларды өткен балалар мұқият болады да көп нәрсеге. Кішкентай балалар үлкеннен де енді сахнадағы көп нәрсені үлкен көре алмайтын нәрсені кішкентай балалар көріп қойып жатады. Мысалға фокустарды да үлкендер көз жетпей билеп отырғанда кішкентай балалар алдап тұрғанын біліп қояды. Табиғатта арыққан ерекше қасиетпен қатар үздіксіз жаттығулар, тынымсыз еңбек Айдосты бүгінгі биігіне көтерді. Өз мүмкіндіктеріне сенімді жастарын алдағы уақытта өз өнерін барша әлемге танытпақ. Расымен де Айдостың бұл ерекше қасиеті Гиннес кітабына енуге лайықты. Келсем, кез келген жетістіктің жемісін көргенге не жетсін? Ал сен, Дәлел, осы бір жылдың көлемінде қандай жетістікке қол жеткіздің? Енді рекордтар жасамасам да, Жарайды, сен ойлан алғанша, жалынды жастарымыздың жетістіктерін бірге тамашалайық. Жастарға зор үміт артамыз. Ел ертеңі жарқын болашақ солардың қолында деп білеміз. Елі арқа сүйеген жастар сол жауапкершілікті қалай сезінеді? Жуырда Алматы қалалық Жас отан жастар қанатының ұйымдастыруымен жастарға арқа сүйеу болашақ жеңістер стратегиясы тақырыбы бойынша конференция ұйымдастырылған болатын. Оның негізгі мақсаты елбасы доктринасының жастар саясатына ықпалын талқылау. Жоғарғы оқу орнының студенттерімен белсенді жастардың басын қосқан бұл іс-шара алғаш рет ресми тұрғыдан алшақ еркін сипатта өткізілді. Өткізіліп жатқан конференциямыз менің ойымша өте қызықты өтуде. Жастардың саяси, патриоттық сезімдерін тудыруда.
Қатысушылар қызу пікірталас жүргізіп, патриоттық сезім қалыптастырудағы жастардың рөлін, елбасы доктринасының басым бағыттарын іске асыру маңыздылығын талқылап, көкейдегі сан сауалдарын ортаға салудан жасқанбады. Бүгінгі осы өткізіп жатқан шарамыз елбасымыздың доктринасын талдауда, жастар арасында талдауда. Яғни бұл дөңгелек үстелдің өзі жаңа форматта. Қарап отырсаңыздар, ән, би, оркестр, күй, яғни біз жастар жалпы жан-жақты деп, яғни баяндама оқып осы доктринаға байланысты өз сұрақтарын қойып, ортаға пікірталас жүргізіп, сондай-ақ жан-жақты қызу тартыста осындай жоғарғы деңгейде көлемде өткізіп жатырмыз. Сондай-ақ жастар мамандық табудағы басты қателіктерге ерекше назар аударып, оның қоғам дамуына әкелер зардабын сөз етті. Мен көпке топырақ шаша алмаймын. Бұл жақта екі жақтың да өзінің күнәсі бар деп ойлаймын. Яғни жұмысқа алушылардың тым сыншыл болуы және жұмысқа тұрушылардың өз мамандықтарын дұрыс таңдамауы деп ойлаймын. Тек баяндама ғана оқып қоймай, әуезді ән мен әсерлі күйдің тыңдарманы болған қатысушы жастар жаңа үлгіде өткізілген конференцияның артықшылықтарына көз жеткізді. Бұл даланы жұмыр жердің бетінде Алла берген қазағымның ниетіне. Жиын соңында жас отанның белсенділері алдағы уақытта іс-шаралар осында еркін үлгіде ұйымдастырылады деген шешімге келді. Қараш, Нұрсұлтан, мына құрылыс аяқталып келеді. Мен осы үйдің анау 13 қабатында тұрғым келеді. Ай, қыздар ай, армандаудан шаршамайсыңдар ғой. Жүрш, тезірек, уақыт жоқ. Несіне күлесің? Бұл орындалатын арман. Сен үйден бұрын бірінші жатақханадан орын алып алсаңшы. Көрде тұр, мен осы үйде тұратын болам. Адамның басты қажеттіліктерінің бірі баспана. Әсіресе шаңырақ көтерген жас отбасылар үшін жеке баспанаға ие болу үлкен қуаныш. Осы орайда қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы баспаналы болуды армандаған жастарға жаңа мүмкіндіктер ұсынуда. Қазақстан Республикасының қаулысы бойынша 2012 жылы 21 маусымда 821 номерлі қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы және оның бағыты бойынша жас отбасыларға тұрғын үй ашылған. Аталған бағдарлама бойынша ағымдағы жылдың шілде айының 10 мен 17 аралығында жас отбасылардан құжаттар қабылданып, қарашаның 27-сінде 72 отбасы баспаналы болды. 2013 жылдың аяғына дейін тағы 144 отбасыға жаңа пәтердің кілті табысталады деп күтілуде. Жүрде жаңа отбасылар дегеннің екеуінің неке қиылған мерзімі 2 жылдан аз болмау керек. Алматы қаласында тіркеу екеуінің де болу керек. Содан кейін жаңағы балалар болу керек. Үйлер бөлінген кезде бала санына жаңағы неке қиылған мерзіміне қарастырылады. Оразхановтар отбасы барлық талаптарға сай келіп, пәтер кілтіне бірінші болып қол жеткізгендер қатарында. Жас отбасы небәрі 5 айдың ішінде 3 бөлмелі пәтердің иесі атанды. Баспана алмай тұрған әкесінің қолында тұрдық. Енді 3 баламыз дүниеге келді. Осындай үй алғанымыз өте қуаныштымыз. Әр жастардың арманы. Оразхановтар жаңа пәтерге әлі көшіп кірмесе де ырымын жасап, шашу шашып, үлкендердің батасын алып үлгерді. Осы үйдің ішінде жақсылық болсын, қуаныш болсын, балаларының қызығын көріп, ұзақ жасап осында үлкен ақсақал, үлкен әже болып, осынан өсіп өрбей берсін. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы тек пәтер сыйлап қана қоймай, бұл істе көп балалы отбасыға басымдық беру арқылы еліміздегі демографиялық ахуалға тікелей әсер етеді. Бағдарламаның артықшылығы да осында. Бірінші балаға 20 балл, екінші, үшінші балаға 30 балдан қосылады. Және неке қиылған мерзімнің 1 жылына 5 балдан. Солай балдар саналады. Жалдамалы пәтерде күн кешіп, ай сайын талай ақша жаратып жүрген жастар үшін бұл таптырма жоба. Ал біз 46 мың төлейміз 3 бөлмелі үйге. Ол өте тиімді деп ойлаймын. Өте керемет, жастарға өте үлкен көмек. 46 мың 8 жылға. 1 шаршы метр осы үйдің 114 мың теңгеден келіп тұр бізге. Бұл өте тиімді Алматының бағасы бойынша деп ойлаймын. Ертеңінен үмітті ел әуелі жастарының әлеуметтік жағдайына мән береді. Себебі жастар сол елдің ертеңгі тірегі, жарқын болашағының кепілі. Сондықтан жас буынға жаңа мүмкіндіктер сыйлайтын жобалар көбейе берсін. Мінекей, шашамыз тіптен жарқырап кетті. Нағыз мерекелік шаша. Бірақ біз бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтымыз. Сонда нені? Биылғы жыл иесін жылқыны.
Расымен де. Ендеше мен жылқы бейнесіндегі ойыншықты тауып келейін, ал сен мына бейнесюжет арқылы жаңа жыл қарсаңындағы қала көркін тамашалай тұр. Жаңа жыл бүкіл әлем болып тойланатын қуанышқа толы сиқырлы ең ғажайып мерекелердің бірі. Бәріміз келе жатқан жаңа жылдан жарқын ертегі, жаңа бақыт күтеміз. Сағат тілі 12-ні соққанда келер жылға зор үмітпен қадам басып, оның тек жақсылыққа толы болуын тілейміз. Жаңа жыл көпшіліктің тағатсыздана күтетін мерекесі екендігін ерекше безендірілген қала көшелерінен ақ аңғаруға болады. Қалыптасқан дәстүр бойынша 1 желтоқсан күні республикамыздағы барлық шыршалардың оттары жарқырап, еліміздің әрбір ұшында мерекелік концерттер қойылады. Осы сәттен бастап жаңа жылға дайындық жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Сондай-ақ үлкен жаңағы мекемелер, үлкен бизнес орталықтар дейміз, ойын сауық орталықтары сонымен қатар жаңағы қаланың әдемілігіне, әсемдігіне өздерінің үлесін қосып, өздерінше өз ғимараттарын әсемдеумен айналысып жатыр. Мекемелердің арасында байқау жариялаған болатынбыз. Яғни ең үздік жаңа жылдық безендірумен ерекшеленген мекеме арнайы дайындалған сыйлыққа ие болады. Әр жаңа жылды өзгеше қарсы алғымыз келетіні рас. Онымен қоса ерекше безендіруге де көңіл бөлінеді. Бұл халықтың көңіл күйін көтеріп, ерекше әсерге бөлейді. Сондықтан да әкімшілік тарапынан безендіруге айрықша көңіл бөлінеді. Мысалы, биыл қала бойынша 7 шырша орнатылып, оның ең бастысы республика алаңынан орын тапты. Әрине, еліміздің бас қаласы болғаннан кейін бұл жерде әртүрлі жаңа жылға қатысты мерекелік шаралар ұйымдастырылады. Соның ішінде енді концерттік бағдарламалар, көптеген жаңағы кештер, айтулы жаңа жылдық кештер, көптеген жылдағы дәстүр бойынша әрине жылдағынан да бөлек ерекше түрде өтеді деп сенімдеміз. Әр мерекені әр адам ерекше күтеді, ерекше қарсы алады. Соның ішінде жаңа жыл мерекесі. Әрине жаңа жылдың келе жатқаны, жаңа жылдың келе жатқаны осы көшедегі безендірулерге қарап, білесің, көңілің тояды, көңілің толады. Осы мерекенің жақындап келе жатқанын сезесің. Сондықтан да мен ойлаймын, әрине қаланы безендірген дұрыс. Жаңа жыл отбасылық мереке болғандықтан, оны көпшілік үлкен берекелі дастархан басында қарсы алуға тырысады. Біз жаңа жылда жанұямен бірге, отбасымызбен бірге қарсы аламыз. Әрдайымда жаңа жыл барлықтары құтты болсын. Бүкіл қазақстандықтарға жалынды сәлем, жаңа жылдарыңызбен. Обращаемся к сотрудникам полиции, они проведут вас в цели. Сондықтан отбасының туыс-туғандарының арасында қарсы аламыз деп ойлаймын. Үйде өзіміздің отбасымызбен күшті қарсы аламыз, біз баламызбен, апасымен, атасымен, өзіміздің отбасымызбен. Жалпы биылғы мереке қарсаңында өткізілген шаралар бұрынғыдан да өзгеше болды. Алматы алаңында 3 үлгісінде мопед шоу ұйымдастырылып, көпшілік қауымды таң қалдырған еді. Балалар 5 минутқа созылған әдемі ертегіні ашық аспан аясында көріп, мәз-мейрам болды. Жасқа есеюдің сарынымен қатар өмірге жаңашылдыққа келетін осы бір мереке дарқыраған от шашуларымен, аяз ата ақшақарымен әрбір адамның жүрегінен ерекше орын алары хақ. Жаңа жыл жақсылыққа келсін. Міне, біз бүгін тағы бір мәрте жастар тынысына көз жүгірттік. Алдағы уақытта да жылқы жылының қызықтарымен бірге бөлісетін боламыз. Сіздер жастар бағдарламасын көрдіңіздер. Жаңа жыл құтты болсын.